Екінші жаттығудың есептерін шығарамыз. Арман ПБ баспасы, жаратылыстану математикалық бағыт. Енді тербелмелі контурдың индуктивтілігі 100 микрогенри дейді. Яғни бұны L1 деп белгілейміз. 100 микрогенри дегеніміз оның -4 дәрежесінде генри деп алуға болады. Еркін электромагниттік тербелістердің жиілігі, яғни нью1 бізде 2 мегагерц, 2 көбейтілген оның 6 дәрежесінде герц. Электр сыйымдылығы өзгермесе дейді, яғни С1 екі жағдайда да сыйымдылықтар бірдей, тербеліс жиілігі, яғни нью2 4 мегагерц, 4 көбейтілген оның 6 дәрежесінде герц болатын болса, индуктивтілікті тап дейді, яғни екінші жағдайда индуктивтілікті табамыз. Енді Томсон формуласы бойынша Т тең болады 2π түбір астында Лс. Ал енді периодтың өзі бір бөлінген жиілікке тең, тең 2π түбір астында Лс. Енді осы жерден біз сыйымдылықты тауып аламыз. Сыйымдылықты табу үшін мына жерде түбір астында тұрғандықтан теңдіктің екі жағында квадраттаймыз. Сонда бірдің квадраты 1, мына жерде нью квадрат, ол тең 4π квадрат Лс. Л. Так, Лс деп аламыз, иә. Енді осы жерден сын табайық. С тең болады. Мына 1 бөлінген нью квадрат 4π квадрат Л. Енді бізде тең, яғни есептің шарты бойынша С1 С2-ге тең болғандықтан, сананы С1 деп алатын болсақ, нью1 Л1 деп алатын болсақ, сол сияқты С2 деп алатын болсақ, 1 бөлінген нью2 квадрат 4π квадрат Л2 деп, яғни теңдіктің сол жақтары тең болғандықтан, оң жақтары да тең. Сонда бізде болады 1 бөлінген нью квадрат 4π квадрат Л1, ол тең болады 1 бөлінген, мына жерде нью1 квадрат, мына жерде нью2 квадрат 4π квадрат Л2 деп аламыз. 4π мен 4π қысқартып жүреміз. Енді осы жерден біз Л2-ні табу үшін, сонда бізде мына пропорция бойынша нью1 квадрат Л1 тең болады нью2 квадрат Л2. Сонда Л2 тең нью1 квадрат Л1 бөлінген нью2 квадрат. Енді орнына қойып жіберейік. Сонда нью1-дің квадраты, нью1 дегеніміз 2 көбейтілген оның 6 дәрежесі, оның квадраты 4 көбейтілген оның 12 дәрежесі. Көбейтілген Л1-іміз оның -4 дәрежесі. Нью2-міз 4-дің квадраты 16 көбейтілген оның 12 дәрежесі. Так, мына екеуін қысқартып жүреміз. Онда 16-дан 1, ол 4-тен 1-ге тең. Ол дегеніміз 0,25 көбейтілген оның -4 дәрежесі. Немесе 25 көбейтілген оның -6 дәрежесі кенде деп алуымызға болады. Келесі есеп. Тербелмелі контур индуктивтілік жарғысы. Бірінші параллель жалғаймыз. С параллель жалған кезде С1-ге қосам С2-ні, яғни екеуінің сыйымдылығы бірдей болғандықтан С деген әріппен белгілесем, С-ға С-ны қосам 2С болады. Ал енді С тізбектей жалғанған кезде көбейтіп қосындысын бөлеміз, е. С1 С2, С1 плюс С2. Енді С1 мен С2 тең болғандықтан С деп алайық. С қосылған С. Сонда бізде не шығады екен? С квадрат, мына жерде 2С. Сонда бізде болады екен С бөлінген 2. Так, тізбектей жалғанса, контурдағы еркін электрондардың тербеліс жиілігі неше есе артады дейді. Тізбектей жалғанған кезде аз болып тұр, міне көріп тұрмыз. Параллель жалғанған кезде көп болып тұр, е бізде. Сонда бізде міне С тізбектей бөлінген С параллель, ол тең болады. С бөлінген 2 бөлінген 2С. С мен С қысқарып кетеді. Сонда бізде болады 4-тен 1. 4 есе, яғни сыйымдылық 4 есе азайып тұр екен. Ал енді жиілік бізде, бұл бізде 1 бөлінген 2π түбір астында Лс деп алуымызға болады. Жиілік 1 бөлінген, яғни сыйымдылық жиілікке кері пропорционал. Сыйымдылық, міне сыйымдылық бізде 4 есе кемісе, жиілік 2 есе, яғни түбір астында 4 тұр ғой мына жерде. Жиілік 2 есе артады екен. Сонда нью 2 есе артады деп алуымызға болады. 2 есе артады. Енді келесі тербеліс жиілігі 2 есе арту үшін конденсатор пластиналардың ара қашықтығын қалай өзгерту керек?
яғни ню 2 есе арту керек, иә, 2 есе арту керек. Так, енді біз конденсатордың сыйымдылығын формуласын жазайық. С тең болады. Жаз конденсатор эпсилон 0 с бөлінген д. Так, енді біз жаңа айтып кеттік, ню тең болады 1 бөлінген 2 пи турасында Лс. Так, енді бізде жиілік сыйымдылыққа кері пропорционал, иә? Сонда бізде жиілігіміз 2 есе арту керек, иә, 2 есе міне. Жиілік 2 есе арту үшін сыйымдылық 4 есе кему керек. Өйткені мына жерде түбір астында тұр ғой. Ал сыйымдылық 4 есе кему үшін, сыйымдылық міне. Сыйымдылық 4 есе кему үшін мына екеуі кері пропорционал. 4 есе кему үшін так, ара қашықтық 4 есе арту керек. Яғни сонда бізде 4 есе артуы керек. Енді бізде соңғы есеп 19-ші суретте бейнеленген контурдағы тербелістің периодын анықтаңыз. Контурдағы екі идеал жартылай өткізгіш берілген. Осы жартылай өткізгіш диод қосылған, яғни сыйымдылығы 0,25 микрофарад, 25 10-ның минус 8 дәрежесі фарад деп алуға болады. Так, L1 2,5 миллигенри, 10-ның минус 3 дәрежесінде генри. L2 бізде 4,9 миллигенри, 4,9 10-ның минус 3 дәрежесінде генри деп аламыз. Есепте суретке қарайтын болсақ, мынандай екі катушкадан тұрады жартылай өткізгішті диод, иә. Енді егер тоқ мына конденсаторды зарядтайтын болсақ, тоқ сағат тілі бағытымен қозғалатын болса, яғни жартылай өткізгішті диодтың бір қасиеті тоқты бір бағытта ғана өткізеді. Яғни сағат тілі бағытымен тоқ айналатын болса, онда оны бірінші катушка арқылы өтеді екен. Ал егер сағат тілі бағытына қарсы тоқ жүретін болса, онда мына екінші катушка арқылы ғана өте алады екен. Сонда біз енді жалпы периодты табуымыз қажет қой. Ол үшін біз мына жалпы екі катушканың бірінші катушка арқылы өткендегі периодты былай айтамыз. T1 тең 2π түбірасында L1s. T2 тең болады 2π түбірасында L2s. Ал енді жалпы периодты табу үшін осы екеуін қосып 2-ге бөліп жібереміз, яғни период 2-ге бөлінеді деген сөз. Сонда бізде жазайық, мына жерге 2π түбірасында L1s плюс 2π түбірасында L2s. Енді жақшаның сыртына, мына жерде біз екілерді қысқартып жүруге болады. Жақшаның сыртына шығарып жүрейік. Пиді екеуіне де ортақ түбірасында сыны жақшаның сыртына шығарып жүрейік. Сонда ішінде қалады түбірасында L1 плюс түбірасында L2. Енді орнына қояқ, пиге қоямыз 3,14. Түбірасында с дегеніміз түбірасында 25 10-ның минус 8 дәрежесі. Жақшаны ашамыз L1 дегенге 2,5 10-ның минус 3 дәрежесі. Немесе 0,25 жарайды, енді оны қояқ, енді ол түбірасынан шығады. Қалдықсыз 10-ның минус 3 дәрежесі плюс L2-міз 4,9 10-ның минус 3 дәрежесі. Жақшаны жабамыз, сонда есептеге келген кезде шығады екен 1,9 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесіндегі секунд.